Кестеде мысалға келтірілген дене қандай энергияға ие болатынын анықтаңыз және сәйкес бағанды птичка белгісімен қойыңыз дейді. Бізде сығылған серіппе, оны білеміз, серіппе болған екен, оның деформацияланған потенциалдық энергиясы болады. Жерде домалап бара жатқан доп домалап бара жатыр, оның жылдамдығы бар, значит оның кинетикалық энергиясы болады. Бізде ауада ұшып жүрген диск ауада белгілі бір биіктікте ұшып жүр, значит оның потенциалдық энергиясы болады. И ұшып жүр, жылдамдығы болғандықтан оның кинетикалық энергиясы да болады. Жел әсерінен иіліп тұрған ағаш бұтағы, бұл жерде иіліп тұрған ағаш бұтағы болғандықтан ол деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы болады. Гүлге қонып тұрған көбелек, яғни көбелек белгілі бір биіктікте тұр, гүлде, яғни оның потенциалдық энергиясы болады, және де толықтай болып осы потенциалдық қана болады. Аспанда ұшып жүрген тырна аспанда ұшып жүр, белгілі бір биіктікте, оның потенциалдық энергиясы бар, ұшып жүр белгілі бір жылдамдықпен, оның значит кинетикалық энергиясы да болады. Келесі, массасы 50 грамм тас жер бетінен 600 метр секунд жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Тастың қозғалыс траекториясы суреттегідей максимал көтерілу биіктігі 2 метрге тең. Ауа кедергі ескерілмейді және G тең болады 10 ньютон бөлінген квадрат. АВЦ нүктелеріндегі тастың энергиясын анықтап кестені толтырыңыз дейді. Енді қараңыз, бұл жерде не істейміз ең бірінші. Мынау А тастың бастапқы орны, одан кейін В ең үлкен биіктігі, С именно осы ортадағы екі ненің ортасы, именно А мен В-ның ортасы. Енді қараңыздар, бізде А нүктесінде оның потенциалдық энергиясы біз білеміз 0-ге тең болатын. Неге? Себебі оның биіктігі жоқ. Бірақ именно осы нүктеде оның кинетикалық энергиясы болады. Бастапқы жылдамдығы бар, себебі ол бізде mv квадрат бөлінген 2-мен анықталады. Не? Ол не анықтап қойдық. 0,99 джоуль, жуықтап оны 1 джоуль дейсақ болады. Потенциалдық энергиясы міне 0-ге тең. Ал енді толық энергияны білеміз ғой, ол бізде потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияның қосындысына тең. Значит, 0-ге 1-ді қоссақ, толық энергиямызда по-любому 1 джоуль болады. Оны міне кестеге сызып қойдым. Салып қойдым. Дәл солай Б нүктесінде, бірақ уже бұл жерде оның кинетикалық энергиясы 0-ге тең болады. Неге? Себебі ол қайттан құлап жатыр ғой жерге қарай. Егер де оның жылдамдығы болатын болса, ол ары қарай көтерілу керек еді. Ол ары қарай құлап жатыр. Сол себепті ең үлкен биіктіктегі оның кинетикалық энергиясы всегда 0-ге тең. Ал потенциалдық энергиясы ол жерде уже максимал болады, mgh болады. Дәл солай бізде толық энергия осы кинетикалық пен потенциалдық энергияның қосындысына тең болады. Енді оны қараңыздар, кинетикалық энергия міне 0-ге тең, потенциалдық энергия mgh ол 1 джоуль, біздегі толық энергиямыздар 1 джоуль. Сонда бәрін есептейтін болсақ, бізде толықтай 1,01 шығады. Енді сында бізде бұл жерде сыда қараңыздар, ол мынау А мен В нүктесінің дәл ортасында тұр. Мына жердегі биіктік бар ғой біздегі, бұл бізде 1 метрге тең болып тұр. Енді қараңыздар, 1 метрге тең. Сонда 0,5-ті көбейтесің 10-ға, и оны 1-ге көбейтесің. Сонда ол 0,5 джоуль болады. Дәл солай кинетикалық энергиясы бұл жерде қараңыздар, ол толық энергиядан бізде потенциалдық энергияны азайтқанға тең болады. Енді қараңыздар, біздегі толық энергия міне энергияны сақталу заңы бойынша барлық жерде 1 болды ғой. Мына нүктеде де толық энергия бізде 1 болады. Дәл солай. Ал енді біздегі потенциалдық энергиямыз 0,5 болды ғой. Енді кинетикалық энергияны табатын болсақ, толықтан біз потенциалдық энергияны азайтамыз. Сонда ол жерде де тоже 0,5 болады. Сонда кинетикалық энергиямыз тоже 0,5. Міне осы жерге біз жаздық оны. Осымен кеттік келесі. Кестедегі мәліметтерді пайдаланып, энергияның бір түрден екінші түрге өтуін сипаттаңыз. Тас жер бетінен жоғары көтеріле бастаған кезде ол қозғалысқа енеді, яғни ода кинетикалық энергия орын алады. Б нүктесіне жете бергенде кинетикалық энергия потенциалдық энергия айналып кетеді. Ал дененің қозғалыс кезінде кез келген уақыт мезетінде оның кинетикалық және потенциалдық энергиясының қосындысы тұрақты болады. Яғни толық механикалық энергия всегда өзгермейді. Егер де физикадан БЖБ-ТЖБ-ға көмек керек болса, WhatsApp нөмірге жазсаңыз болады.